Қолымды көтеріп билей алмайтынмын да, биттіріп келгенде да. Енді Құдайға шүкір, қолым көтеріліп жатыр. Келіп тұратын еді де, былай үйде жүргенімде. Келгелі міне қабырғам астына қолым сияды. Атым Зиба Артықбаева. Мен келгенде ішкі құрылыс, асқазан, менде өт жоқ, фиброз, сол болғанмын, бауырда және сол. Келгесін 2 күннен кейін мен туалетке баруды азайттым. Мен түнде өзі ауылымда 4 кезек 5 кезек шығатын едім. Белім ауыратын еді. Міне белім қазір дым жақсы. Шөпті де іштік, мінеке 2 мезгіл смузи, 2 мезгіл сүт биенің бәрі жақсы. Мына шөп шай дегенді мезгіл ішіп жатырмыз. Қалай ішсең ішіп алып іше бересің. Физзарядкілерінде бәрі жақсы. Адамның қозғалысы дегенің жеңілдейді екен. Бұрын біздер зіл басып келгенбіз, мұндайды көрмедік қой енді. Қартайдым деп отырып едіңіз? Қартайдым деп отырып едім, бір қарасам, бәрі деген билетін жақсы болып жатыр. Мен де айттым, мен де білгенімді билейінші осы деп. Денелері адамның жеңіл тартады екен. Жеңіл болады екен. Әсіресе мына суық су қатты жеңілдеді екен адамға. Суға бірінші күні қорқтым. Енді басым 2 кезек операция болды ғой менің. Содан қорқтым мен. Жоқ, келесі күні мен айттым, неге келдім? Мен неге? Біреудің жасаған ісін мен неге жасай алмайым? Жасауым керек. Мен миға жаңа Нұрсиланың қыздардың айтқан камерасын қойдым. Мен дедім, баруым керек, түсуім керек. Түстім, сондай күшті екен суда. Қатты жаңағы тастай су, бірақ болғанымен денеңе сондай жағымды екен. Бір өзімді жеңіл сезіп, суық судан шыққаннан кейін осы жататын бөлмеме келгенше терлеп келдім мен. Міне шыным менен да, шыным осы. Сосын 2-ші күн айттым, мен неге дедім, кеше қалдым бұл судан. Баруым керек еді да, не үшін бармай қалдым мен дедім. Мен енді қолымды көтеріп билей алмайтынмын да, биттіріп келгенде да. Енді Құдайға шүкір, қолым көтеріліп жатыр. Біреу істеген, біреу істейді деген, былай бұрын бүйтіп тұра беретінмін деп. Қол көтерілмейтін, иә? Қол көтерілмейді. Қанша көтересіз қазір? Енді күшті көтеремін қазір. Әне. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Ақтаудыкісіз ғой. Әне. Келіп тұратын еді де, былай үйде жүргенімде. Енді осы жерге келгелі, міне қабырғам астына қолым сияды. Бұрын қатып қалған, иә? Бұрын қатып қалған еді. Сосын мына іштерімде кешегіде массаж деді. Бүйтіп түнде оянғанымда осылай жаңа массаж жасап жатсам, жұмсарып келатыр, кәдімгідей мінекей. Күшті екен, күшті, сондай күшті екен. Мен енді жазда келмеймін, аман болыңдар, сау болыңдар. Мен қыста келемін және. Құдай қаласа.